Баршаңызға сәлем, алдарыңызда үшінші пікір бағдарламасы және бұл бағдарламада біз еліміздегі түрлі өнер туындыларын талқыға саламыз. Бастайық. 20 жылда Қазақстанда небір кино түсірілді. Бұзық райондардан шексіз махаббатқа дейін, махаббаттан тоқтаусыз күлкіге дейін, боевик комедия жанры аса дамып жатты. Қазір жылына 20-дан астам кино шығады. Ал бір тоқтап осы киноларды талқыға салатын уақыт жоқ. Сондықтан осы канал ашылды. Енді сынап көрейік өнер туындыларын. Алғаш болып мен өзімнің сүйікті КВН ойыншысы, атақты жүргізуші, продюсер, оған қоса енді актер Нұрлан Қоянбаевтың «Бизнес по-казахски» бірінші сериясынан бастайын дедім. Бірінші этап ол сюжет. Киноның сюжеті оригиналды емес, өйткені оған ұқсас «Гламур для дур» Келинка Сабина бар. Бұл киноларда да бас кейіпкерлерді өзінің үйренген ортасынан алып, жаңа ортаға бейімделу сәтін көрсетеді. Және сол бейімделу кезінде болған қызық оқиғалардан сюжет туындайды. Әрине, бұл комедия жанр болғандықтан сюжетке қатты мән беру қажет емес. Қайткенде барлық сюжетке қатысты іс-әрекет дәйекті түрде жүріп өтті. Бір ұнамағаны кинодағы екі махаббат линиясы. Жомарт пен Айсұлу және Әлен мен Мақпал тәтенің махаббаттары. Бір киноға екі сезім ошағын толық көрсету өте қиын. Бас кейіпкерлер болып саналатын Жомарт пен Айсұлудың сезіміне уақыт аз бөлінген, сондықтан олардың махаббаттары жоқ жерден туғандай болды. Ал оған қоса Жанбай Жанбаев пен Дариға Бадықованың жақсы актерлік ойындары олардың кейіпкерлерінің сезімін қызықтау қылып жеткізе білді. Екінші этап актерлік ойын. Бірінші жақсы ойнағандарды атайық. Ол әрине Жанбай Жанбаев. Қазіргі Қазақстандағы ең керемет актерлардың бірі. Және өзіне берілген Әлен сияқты интеллигентті кейіпкерді тамашаша білген. Кинода ол актермен қатысты күлкілі эпизодтар өте көп. Екінші Құралай Анарбекова. Ең күшті актрисалардың бірі. Қыздардың арасында әрине, өкінішке орай кинода оған өте аз уақыт бөлінген. Менің ойымша, ол кейіпкерді көптеу қолдану керек еді. Айтап өтетін тағы да Дариға Бадықова. Әрине, бұл актрисаның қай киноға барса да рөлдері ұқсас бір-біріне. Сонда да бұл кинода оның ойыны өте үйлесімді көрінді. Және де Қажет Смағұлов пен Рамазан Амантайлар. Олар да жақсы ойнады, бірақ кейіпкерлері сәл осалдау болып шыққан. Ерекше орынмен атап өтетін екі жұлдыз қатысқандағы киноға. Біріншісі ол атақты үнді актері Сидхар Шукла келін телехикаясында түскен. Және өзіміздің Төреғали Төреәлі. Кинода ол әрине өзін-өзі ойнады. Өзіне берілген эпизодтарда керек эмоцияларды жақсы жеткізген. Актерлық ойындары жеке маған ұнамағандар. Нұрлан Қоянбаев, керемет КВН актері, керемет жүргізуші. Бұл кинода ол сол баяғы Нұрлан Қоянбаев. Дауысы, мимика, іс-қимылдары бәрі сол біз үйренген Нұрлан. Шыны керек, бұдан кино тек ұтты деп ойлаймын. Өйткені көп көрермен Нұрланды көру үшін барды кинотеатрға, және оның қалжыңдары да өтіп жатты. Келесі Гүлнар Жоланова. Басты рөлдердің бірін ол актриса еш аша алмады. Ауылдан келген қызды да, ғашық болып қалған қызды да көре алмадым. Менің өз басым кинода Құралай Анарбекова мен Гүлназды орындарын ауыстырар едім. Құралай бұл кейіпкерге қандай да бір мінез алып келетін еді. Үшінші этап – режиссерлық жұмыс. Кино режиссері Жеңісхан Момышев. Кезіндегі әнші, қазір режиссер екен. Кино комедия жанрында болғандықтан бір аса план көрсететін орын емес. Алынған пландар, көріністер бәрі қарапайым. Басқа асыра айтып өтетін еш нәрсе жоқ. Төртінші қорытынды. Ұнамағаны орысша қазақша тіл. Не үшін орыс тілінде түсіргенін білеміз. Елімізде орыс тілінде кинолар кассаны жақсы жинайды. Бірақ акцентпен сөйлеген кино актерларын көргенде жыным келеді. Тілдерін бұрмалап әрең айтылады кейбір сөздер. Оған қоса қалжыңдардың көбі қазақша. Не үшін онда орысша түсіресің? Қалжыңның көбісі қазақша болса. Тағы ұнамағаны ол сценаристің қатесі. Кейбір кейіпкерлер біресе орысша сөйлей алмайды, ал келесі эпизодта орысша судай сайрайды. Бұндай қателік көзге түседі, сондықтан мұқият болу керек. Одан кейін адам ойына сыймайтын детский қалжыңдар. Ондай қалжыңдар киноны фарсқа айналдырады. Аяқ жағында киім ауыстырып, әр елдің адамдары болғаны, аудармашының қуып кеткені детский приколдар ғой бұл. Ең соңғысы айтпай кетуге болмайды, ол авторлық дауыс. Егер автор киноның басында қосылатын болса,
онда ол міндетті түрде соңында да болу қажет. Басына шығып кейін жоқ болып кете алмайды. Ал бұл кинода дәл солай болған. Басында автор сөйлеп, өзін таныстырады, өзінің ортасын таныстырады да, ары қарай жоқ. Ең болмаса соңында шығып, болған оқиғаны тамамдау керек еді. Біз авторлық дауысты күттік. Қайтсе де кино жақсы. Әрине, Қазақстан кино тарихында өзінің кішкентай болса да орнын алады. Киноның ұнағаны Жан Байжанбаев рекетирдегі рөліне басқа образ алып келді, және халық оны толықтай қабылдады деуге болады. Ауылдағы қалыптасқан үрдістер мен ұғымдарды жеткізуге тырысты. Және кинода инвестор сұхбат алған кезі өте мықты түсірілген. Осымен талдау бітті. Қош көріскенше.